Бұл айтылған оқиғалардың көпшілігі шетелдік сайттан аударылып дыбысталды. Біздің мектепте 2 мұғалім әртүрлі кезеңдерде сотталған болатын. Бірінші жағдайда еңбек пәнінің мұғалімі жасырын түрде еденге камера орнатып, оны оқушылардың орындықтарына қарай бұрып қойған болатын. Сондай-ақ, егер оқушы қыздар жақындаса, ол білдіртпей айпатын камерасы қосылған күйі үстелдің астына жіберіп отырған. Яғни ол байқатпай оқушылардың астынан түсіріп жүрді. Бір күні оқушылардың біріне флешкасын беріп еді, кейіннен барлық жасырғандары әшкере болып сотталды. Екінші жағдайда шешендік өнер пәнінің мұғалімі әжетхананың раквинасына жасырын камера орнатып, үйірмеге келген оқушылардың арттарынан бақылағаны үшін сотталды. Мен жоғарғы сыныпта оқып жүргенімде математика пәнінен беретін бір оңбаған мұғалім болатын. Жалпы, мен мектепте байқаған математика пәнінің мұғалімдерінің қай-қайсысы болмасын, жүйкесі жұқарған ашуланшақ адамдар. Оларға әр 10 жыл сайын психологтарға қаралу керек деп санаймын. Мен мектепті бітіргеніме көп жыл болды. Біздің кезімізде мұғалімдердің оқушыларды ұруы қалыпты жағдай болатын. Қазіргілер секілді, сіздің бізді ұруларыңызға құқықтарыңыз жоқ деп айту, немесе айғайлап тұрған сәттерін видеоға түсіріп, YouTube-қа салып жіберу сияқты әрекеттер болмайтын. Сонымен, математика мұғалімі есеп шығара алмайтындарды тегіз қырып кететін. Аямай, шапалақпен бастан, беттен тартып сабалайтын. Әсіресе, тест кезінде аса қатал болды. Оның мінезіне шыдамаған көптеген оқушылар мектептен шығып кетіп те жатты. Мен қалушылардан және есеп шығара алмаушылардың қатарынан болдым. Басқа пәндерден үздік болып жақсы оқысам да, математиканы қанша оқып, ақылы қосымша сабақтарға қатыссам да, 7-ші сыныптан арғысын шығара алмадым. Біз мектеп бітірерде үлкен тест күтіп тұрды, және сол тесттен төмен алған жағдайда пән мұғалімдері сұраққа тартылатын. Сол үшін де математика апай ерекше қаталдықпен миды ашты. Егер математикадан кейін дыши болса, дышидан сұрап алып, 2 сабақ қатарынан алып қалатын. Мен және мен сияқтылар үнемі математикадан төмен алатындықтан, бізді тағы да сабақ біткен соң ұстап алып, есеп шығарыңдар деп отырғызып қоятын. Бағыма қарай, бір досым тапсырмаларды шығарып көмектесетін. Егер ол болмағанда, таяқ жеуші едім. Ақыры, түк шықпаған соң ата-анама жамандауға тырысып, сені жылдықта құлатамын деп қоқан-лоқы көрсетумен болды. Мені басқалар секілді мектептен ауысып кетеді деп үміттенсе де, мен шыдап соңына дейін бардым. Ақыры, мектеп бітіргеннен кейін болатын қорытынды тест күні математиканы білмеген соң есеп шығармастан жауаптарын жобалап белгілей бердім. Қасымда бір жігіт болып, ол да маған біршама көмектесті. Тест нәтижесінде мен үздік ұпай жинадым. Мен белгілеген тесттердің басым көпшілігі дұрыс болып шықты. Ал үздік оқиды деген оқушылар төмен балл алып қалып жатты. Қазіргі шақта менің түсінгенім, егер сен есеп шығара алмасаң, уайымдаудың қажеті жоқ. Саған математиканың түк те керегі жоқ екен. Мен университет бітіріп, ары қарай өз қабілетіме сай жұмыс істеп кеттім. Және математиканы нашар білуім менің мектептегі өмірімнен кейін ешқандай да зиян алып келмеді. Біздің бір апай өзінің сабағында Австралияның 40 градус ыстығына қарамастан сыныпта тұрған кондиционерді мүлдем қостыртпайтын. Апай қайнап кеттік деушілерге біздің заманда кондиционер деген болмайтын, ешбелесіз-ақ қырылып қалған жоқпыз деп жауап беретін. Осы қылығына байланысты оны бүкіл оқушылар жақтырмады. Университетте бір қуғынбай мұғалім болды. Ешкіммен ешқашан артық сөйлеспейтін, тіпті 2 минут болса да. Егер оған бірдеңе айтқыңыз келсе, оның телефонына хат жазасыз, ол сізге хабарласады. Коридорда жолықтырып сұрақ қоямын десеңіз, жоқ, тек сабақ уақытысында немесе электрондық поштаға жазып жібер деп айтады. 1 минут ауыз ашқанды да қиынсынып, мен тек жоспарланған кездесулерде ғана сұрақтарға жауап беремін. Сондықтан алдын ала хат жазып жіберіңіз, біз уақытын белгілейміз деп жауап беретін. Ол барлық мәселелер үнемі график бойынша талқылану керек деп санады. Ал қалған уақытта кабинетінен шықпай қамалып отыратын. Оның бұл қылығы барлық студенттердің ызасын келтірді. Мен өте сұмпайы 15 жасар баланы оқыттым. Оған эссе жазғызып, кейіннен жазғанын оқығанымда жағамды ұстадым. Ол пәк болып көрінуге тырысатын сары қыздарды қалай зорлайтындығын егжей-тегжейлі баяндапты. Одан кейін осы қылығы бойынша директордың орынбасары оны кабинетіне алғызып, сұраққа алғанда, мен сыныптағы барлық қыздарды жек көремін.
Олар қаншықтар деп жауап беріпті. Ол сыныпта қыздармен мүлдем араласпайтын, бірақ неліктен оларға өшіккені белгісіз болды. Келесіде тағы да директордың орынбасары тарапынан шақырылғанда өте агрессивті жауап беріп, сыртқа шыға салысымен жынданып, мектеп қоршауларын ұрлай бастады. Оның есі дұрыс емес адамға тән қылықтарына қарамастан мектептен шығарылмады. Мен 8 жасар баланы оқытқан едім. Кішкентай болса да, оның қылығы мені қорқытатын. Ол қазірден осындай кейін не болады? Басқа адамдарға қауіпті бола ма деген ойлар толғандыратын. Мысалы, ол басқа қыздармен құшақтасып, сүйіскісі келетін. Қыздар оны жақтырмай бас тартса, қайтпайтын. Тіпті олар айғайлап, қарсылық танытса да сескенбеді. Мен оған мектепте сүйісуге тыйым салынған, егер сені біреу құшақтасып келмесе, құшақтауға міндетті емес. Кейбір адамдарға құшақтасу ұнамайды деп түсіндірдім. Бірақ ол ештеңке ұқпастан мен оларды құшақтағым келеді, демек олар құшақтасады деп жауап беретін. Ол ешқандай шекараны мойындамады. Бұл оның оғаш қылықтарының бір бөлігі ғана. Ол үнемі қыздарға тиісудің жолдарын қарастырып жүрді. Оның бойында ашу мен қызғаныштан басқа эмоция болмады. Мен оны аутизммен ауырады деп ойлаймын. Қазір ол тексерістен өтіп, сараптама нәтижесін күтіп жүр. Мектепте 11 жасар бай ақ жігіт болды. Ол сыныптағы жалғыз қара жігіттің суретін салды. Суретте оның басы жоқ денесі мен айналаға жайылған қан мен кескіш ара бейнеленген. Ол маған таяу уақытта оны өлтіріп бөлшектеп тастаймын. Оның Рождествода сыйлық алуға құқығы жоқ деп түсіндірді. Мен дереу директор мен ата-анасына бұл жайында хабар бердім. Біздің директор өте мінезді афроамерикалық болатын. Ол оқушыны жерден алып жерге салды. Мен мектеп бітіргеннен кейін 1 жыл өткен соң паркте жүгіруге келген әйелге әлдекім 40 рет қайшы соғып кеткенін естідім. 11-ші сынып оқитын бір оқушы паркте қайта-қайта келгіштеп, тергеушілерге сұрақ қойып, өз тарапынан оқиға барысы былай болу мүмкін деп ұсыныстар да айтып қоймады. Әлбетте ол бірінші күдікті болып шыға келді. Әйел ғажайып түрде аман қалып, өзін қайшылап кеткен адамның түр-сипатын толықтай айтып бергенде, әлгі оқушы барлық белгілерге сай болып шыққандықтан дереу қамалды. Оның үйін тінту барысында қан тиген киім мен қайшыда табылды. Жігіт 10 жылдан астам мерзімге сотталды, бірақ 2 жылдан соң бостандыққа шықты. Сөйтсе, сотталған жігіттің інісі бір қылмыстары үшін қолға түсіп тергеу барысында кезінде қайшы сұққан мен едім деп мойындапты. Екеуінің түрі қатты ұқсас болғандықтан, ағасы інісін жасыру үшін оның қылмысын мойнына алып, 2 жыл бойы түрмеде отырып келген. Мен ол екеуін де мектепте жүргенде танитынмын. Екеуі де сырттай қарағанда біртүрлі көрінетін. Біз жоғарғы сыныпта оқып жүргенде бір мұғалім болатын. Ол әрбір шулаған дауысты естіген сайын сабақтан соң 10 минут қосып отыратын, және расымен де қаншама рет 10 минут қосса, сонша уақыт ерінбей ұстап отыратын. Соның кесірінен біз мектептің автобусына кешігетінбіз. Мен мұғалім болып жүргенімде, менің 8-ші сыныпта оқитын оқушым болды. Ол үнемі жайсыздықтарға тап болып отыратын. Оның жүзі салқын, қорқынышты адам болатын. Бірде бірнеше оқушылармен бірге тақтада тұрды. Мен оларға қараған жоқпын. Тапсырманы орындап жатыр екен деп ойладым. Кенеттен жан дауыс шығып айғайлаған дауысты естіп жалт беріп қарап едім. Әлгі оқушы уколдың шприцасын алып, жанында тұрған қыздың аяғына соғып алыпты. Қыз айтарлықтай жарақат алмады, бірақ ең қорқыныштысы, күзетшілер оны алып кетуге келгенде, оның адамды тітіркендіретін күлкімен ыржалаңдап күлгені болды. Ағылшын сабағы. Мен үзілісте ешқайда шықпай, үй тапсырмасын орындап тастадым. Келесі сабақ басталғанда мұғалім менің үй жұмысын орындап тастағанымды көріп, бәрінің көзінше мынау үй жұмысын орындап тастағанына байланысты сендерге қосымша тапсырма берем деп шықты. Бұл жағдай оқушылар арасында менің абыройымды түсірді. Мен мұғалім емеспін, бірақ мұғалім мен оқушылар арасындағы бір жағдайға куәгер болдым. Шамамен 7-ші сынып оқушылары болатын. Мұғалім оқушыларға үй жұмыстарыңды өткізіңдер деп бұйырды. Әлдекім кейінірек өткізейін, өткен аптадағы жұмыстарды бітіре алмай жатырмын деп сұранды. Бірақ мұғалім бас тартқанда оқушы орындықты ала салып мұғалімнің басына бірақ қойды. Мұғалімнің басы жарылып, жарақатына тігіс салынды, ал оқушы мектептен қуылды. Біздің мектепте еркек және әйел ДШ пәнінің мұғалімдері бар еді.
және олардың ортақ кабинеті болды. Олардың қарым-қатынасы тым жақын көрінгендіктен, оқушылар оларды жұп деп қалжыңдайтын. Біз ол кезде кішкентай болғандықтан онша мән бермедік. Бірнеше жылдан кейін олар бір-бірін көрсе біртүрлі болып жүретін. Дышы ағай бала шағасын тастап, Дышы әпкеге кетіп қалды деген әңгіме шықты. Бірақ шын мәнісінде Дышы ағай оны тоқал қылып алған екен. Үйіне бір бөлме қосып алып, бәрі бірге тұрып жатты. Тіпті ағайдың балалары оны тоқал деп жатырқамай, ортақ тіл табысып та үлгеріпті. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, қоңырау жаңа басуларыңызды өтінем. Мен алдағы уақытта да шетелдік оқиғаларды аударып дыбыстайтын боламын.